Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым? Бүгін күндегідей Құран кәрімнен үзінді оқиық. Ниса сүресі 85 бет. Олар сондай Аллаға ақырет күніне сенбей малдарын адамдарға көрсету үшін жұмсайды. Ал біреудің сыбайласы шы болса, ол жаман сыбайластық. Олар Аллаға ақирет күніне сеніп, Алланың өздеріне берген несібелерінен пайдаландырса, оларға не болар еді? Әрине, Алла оларды толық біледі. Негізінен Алла тағала тозаң түйірінің салмағындай да әлсіздік етпейді. Егер бір жақсылық болса, оны неше есе арттырады, әрі өз жанынан да әрі сыйлық береді. Мұхаммед ғалейхиссәләм әр үмметке бір айғақ келтіріп, сені де оларға куә етіп келтірсек қандай болар еді? Аллаға қарсы болып, пайғамбардан бас тартқандар қиямет күні жермен жексен болуды арман етеді. Алладан бір сөз жасыра алмайды. Расында Алла аса кешірімді, тым жарылқаушы. Мұхаммед ғалейхиссәләм өздеріне кітаптан бір үлес берілгендерге қарамайсың ба? Олар адасуды сатып алады, сендерді де жолдан аздыруды қалайды. Ниса сүресінен біраз үзінді оқыдық. Негізі әр таңда шамаларыңыз келсе, қолдарыңызда болса, Құран кәрімнен оқып отырғандарыңыз дұрыс болады. Негізі халифа Алтай атамыздың қазақшаға аударған Құран кәрімін оқысаңыздар, әрине екі дүниенің де нығметіне бөленесіздер деп ұлы біздің қарияларымыз айтып жатады. Сондықтан да сіздерге де біздерге де сауабы молымен болсын деп әр таңда Құран кәрімнен үзінді оқып беруге тырысамын. Негізі менің каналыма кірсеңіздер, Құран кәрімнің оқылған нұсқалары бар, соны да оқып тыңдауларыңызға болады. Негізі алып қарайтын болсақ, адам баласы өмірінде Құран кәрімді 99 рет оқу керек деп айтылады. Оны осы ұлы біздің қарияларымыз да айтады, молдалар да айтады. Сондықтан да әр қазақ баласы өмірінде Құран кәрімді шамасы келгенін оқыса екен деген тілек айтқым келеді. Әрине екі дүниенің нығметіне бөленіп, өздеріңіздің ұрпақтарыңызға жол ашып, осы нұрын төккен Құран кәрімді әр қазақ баласы оқыса екен деп өзім ой жарыс айтқым келеді. Сау саламатта болыңыздар.